сүйекке дейін тұрады да. Қараңыз, қандай бұл өте күрделі, таңғалдыратын нәрселер болып келеді екен. Кейін одан кейін сол сүйектің сыртын ет қаптай бастайды Аллах Тағала. Жаңа сүйек өсе бастайды, оның сыртын қаптай бастайды. Қараңызшы, бастың сүйегі өзінше дамып жатыр. Омыртқаларыңыз сүйегі өзінше, қанша омыртқаң бар, ойлашы. Қанша қабыртқаң бар. Бәрі өзінше отдельно дамып жатыр да. Омыртқаң бәрі біріне жабысып труба сияқты болып қалған жоқ қой. Бөлшек. Қолың бәрі бір қатып қалған жоқ қой, роботтық сияқты. Әрқайсы бөлшек, сүйек бөлек кеп арасына сіңір даму керек. Оның арасына ет, оның арасына бұлшық ет біту керек. Оның арасында қан тамырлары жүру керек. Оның арасында қанша нерв кету керек. Қанша ол тамырдың ішінде, тамырдың ішіндегі қанның өзі қаншаға бөлінеді? Лейкоцит, эритроцит, тромбоцит деп бөліне бастайды. Әрқайсының ақ түйіршігі, қызыл түйіршігі, бір жаңағы тромбоцит қан ұйытуға көмектесетін нәрселер, осының бәрі дамай бастайды. Аллахтың құдіреті. Қазір біз келеміз, анализ тапсырған кезде саусақтың ұшынан тық деп ашады да, сен ауырмауыңызға айтып береді да. Субханалла, оған сонша информацияны салып қойған кім? Аллах Тағала. Бір қанның ішінде қанша нәрсе тұр. Бір қанның ішінде қанша деген информациялар тұр екен. Кейін Аллах Тағала айтады, міне осы процесс өткеннен кейін, одан кейін оның жаратылысы басқаша болады дейді, рух берілген кез бұл кез. Ананың бойында жаңа бір өмір басылады да, өмірдің ішіндегі өмір. Бұл қызық, бұл енді аналар жақсы біледі бұл нәрсені. Теуіп батыр деп қояды да. Күйеу тыңдаса бола ма дейді, жүрегі соғып жатыр ма дейді. Бұл қызық нәрсе өзі. Иншалла. Тыңдай беріңіздер қайта, ол жақсы нәрсе. Кішкене тыңдап, теуіп жатыр ма, кәне мен алақанын қойып көрші, теуіп көрсін деп. Бұл Құдайдың құдіреті ғой. Мақтау айтып қойыңыздар, теуіп жатса, бала ғой деймін деп. Қатты ебетті. Бұзық қой дейін деп. Субханалла, бұның бәрі бір Аллахтың құдіретін танытатын нәрсе де. Біз Фатиха сүресін оқыған кезде не деп айтамыз? Алхамдулиллахи раббил аламин. Бүкіл мақтау әлемнің Раббысы Аллахқа дейміз. Әлем дегенде Аллахтан бөлек бүкіл жаратылыс деп түсіндіріп жатырмыз. Және әлем деген сөздің және бір нәрсе араб тілінде аламун, белгі деген сөз. Яғни Аллахтың жаратқан бүкіл жаратылысы Құдайды таны деген белгі да. Құдайды таны деген белгі. Яғни біздің төбемізде тұрған күнде, айда, жұлдызда, жерде, шөпте, құста, аңда, жаңағы осы қаның, осы күйі дамып жатқаны біздің өзін демал. Бұның бәрі Құдайыңды таны деген белгі да. Құдайдың құдіретін сезін деген белгі да. Отыңда, суыңда, құсыңда бәрі көбелегіңе дейін, масаңа дейін. Аллах айтқан инналла лайса адри масалан баудун фама фауқаха. Аллах масаның мысалын келтіруден ұялмайды дейді. Масаның мысалын келтіруден ұялмайды дейді. Осы Бақара сүресінде келеді. Сонда бір ғалым айтады, саған қалай масаның мысалын Аллах келтірген дейді. Масаның дейді, бүкіл өмірі бір тойғанша дейді, тойғаннан кейін өліп қалады дейді. Кім тек бұл дүниеде жүрсе, бітті, осы дүниеде өледі, ақыреті жоқ дейді. Маса құрлы болмай қалды дейді. Бүкіл тіршілік маса ұқсап қалды дейді. Оның өзі мақсаты бар да. Өзінің ұрпағын дамыту. Енді осы жерде оған жан берілді. Кейін аят келіп отыр. Фатабаракаллаху ахсанул халиқин. Шынымен де жаратылушының ең көркемі Аллах Тағала қандай ұлық дейді. Аллах Тағала қандай ұлық. Осы аяттарға қысқаша шолу, біз айтып өткен аяттарға. Бұл Құран 7-ші ғасырда пайғамбарымыз солсымға түсті. 7-ші ғасырда мына эмбриология саласындағы қазіргі жетістіктердің біреусі жоқ етін. Тек 6-ші ғасырда Аристотель, Сократтардың кішігірім бір нелер болған, жобалары, жұмыртқаны алып, тауқынасына жұмыртқаның біреусін суырып алып, қарайды. 2-ші күні суырып алып, мынандай болды. 3-ші күні мынандай болды. Бірақ та бірнеше күннен кейін ол кішкене балапан пайда болды. Осы күнде қанат пайда болады екен деп, осылай дамиды екен деп басқа ештеңе айта алмады. Одан кейін адамдар ең алғашқы жаңалықтарды микроскоптың пайда болуымен ғана аша бастады. Оның өзінде ғылым қанша қателесті. Бір уақытта айтты, бала деді, ананың жаңағы бойындағы тоқтап қалған етік кірі қанынан дамиды деген тұжырымдар болған. Ғылым саласында. Өйткені бала көтерген кезде аналардың, әйел кісілердің көбісі ода қан тоқтайды. Бір уақытта айтты, ер кісінің ғана ұрығынан деп келді. Бір уақытта кейін дамып кетті. Бала даму үшін ер кісінің де, әйел кісінің де ұрығы қатысу керек екен деп келді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ол кезде опаң айтқан. Деп келеді. Әйелдің ер кісінің ұрығынан қатысу арқылы дамиды дегенде баланы. Соны айтып келді. Одан кейін қанша осының бүкіл ашқан жаңалықтары, одан кейін ол қанша хромосома, ұл бала қалай болады, қыз бала қалай болады, соның бәрін жорға ашқан кезде Аллах Тағала опаңа 7-ші ғасырда айтып қойды. Ал пайғамбарымыз эмбриолог емес қой. Қайсы университетті бітірді пайғамбарымыз? Қандай диплом болды?
Оксфордты бітіріп келді ма, жоқ әлде? Ешқандай оқу бітірген жоқ. Ол қайдан білді бұл нәрсенің бәрі? Жаңа айтып жатыр ағаларымыз. Яғни ол кісі әріп таныған жоқ. Оқи алмайтын кітап. Өмірден өткенше оқи алмай кетті. Бірақ оның өзі хикмет үшін екен де, Аллах Тағала Құранда айтады ғой, сен ештеңені қолыңмен жазған жоқсың, дейді. Сен оқи алмайтын едің, дейді. Не үшін? Күдіктенбеулер үшін, дейді. Өйткені Библиядағылар кейін айтты ғой, ол Библиядан көшіріп алды депті. Пайғамбар нәрсені білген жоқ оқусында. Ол өзінің соңғы Худайбия сұлхында кәфірлер жоқ, Расулуллах деген сөз жазбаймыз, келіспейміз, Мұхаммед Аллахтың елшісінің сөзі келіспейміз, өшіріп тастасын деп жатқан кезде, пайғамбарымыз қай жерде тұр, мен өзім өшірейінші деп айтқанда. Али өшірмеймін деген кезде. Яғни, бірақ бұндай жаңалықты пайғамбар айту мүмкін емес, бұл Аллах Тағала оп-оңай айтты да. Бұл неге дәлел? Аллахтың сөзі екендігіне дәлелді. Енді біз осы жердегі мына нәрселерді мойындаймыз, Адам бірінші топырақтан жаратылды деп отыр. Қазір ғылым сөйледі, адамның топырақтағы элементтер адам бойында бар екен дейді. Бұл бірінші шындық, мойындадық дейік. Екінші, осы жердегі бүкіл процестер, жаңағы эмбрионның даму процестері. Қалай ол қан болды, қалай ол ет болды, сүйек қалай дамып жатыр, қалай оны тері қапталып жатыр, ол қай кезде жан кіргенде ғылымда айтып қойды, вне сфера науки дейді, соны түсіндіре алмайды. Білмейді олар, қалай оны тіріліп қимылдай бастағаншы. Жүрегі соға бастағанды. Сонда бұл жан берді, осының бәрі біздің ғасырымызда жорға тауып жатыр, бұның бірақ біздің ғасырымыздағы жаңалықтардан да асып түсті да бұндағы айтылған жаңалықтар. Бұл екінші шындық. Бұны мойындаймыз, көзіміз қазір біз толық жетіп тұр. Бұны көрмей-ақ сахабалар мойындаған да. Сахабалар білмейтін, хромосома деген не нәрсе ол, X клетка, Y клетка деген олар ешқандай білмейтін. Оның ішіндегі атом бөлінеді екен, ол бұлай болады екен, одан кейін мынандай процестер болады екен, оның ешқайсысын сахабалар білген жоқ. Цитология, эмбриология, анатомия деген нәрсе термин жоқ ол кезде. Бірақ олар бұған сенді. Біз соны біліп тұрып сенбей жатырмыз да қазір. Көзіміз екі есе жетіп тұрып сенбей жатырмыз. Өйткені біздерді адамдардың көздері емес, жүректері соқыр да. Олардың көздері жүректері соқыр деп келеді. Біз онда burada екі ақиқатты мойындаппыз. Онда бірінші біз топырақтан жаратылғанымызды, бірінші ақиқат деп қояйық. Екінші ақиқат осы жердегі біздің қалай дамитынымызды, қалай дәлелдерге, оны мойындап ананың бойында қалай дамитынымызды әкенің бойынан өткеннен кейін. Онда үшінші нәрсе бар, онда мойындауға тиіспіз. Қазір ол аятты оқиын, сіздер бұнда мойындайсыздар, біз де мойындаймыз, бар адамзат баласы мойындайды. Оны мұсылман да мұсылман емес те мойындайды. Аллах келесі аятында айтты, 15-ші аятта, "Сумма иннакум бa'да залика ламаййтун." Одан кейін сендер өлесіңдер деді. Шындық па? Шындық, Өлмейтін адам бар ма жер бетінде? Жоқ. Ол бұл шындық. Яғни ертең кеудеден жанымыз шығатыны ол ақиқат. Сол үшін Аллах Құранда пайғамбарға айтқан аятында "Вa'буд раббака хатта я'тиякал яқин" деді. Ақиқат жеткенше Раббыңа құлшылық қыл деді. Яғни өмір бар ма, біз құлшылық істеуіміз керек екен. Өміріміз бар ма, құлшылық жасауға тиісті екенбіз. Ондай болатын болса, біз бірнеше ақиқатты мойындадық, топырақтан шыққанымызды мойындадық, ананың бойындағы жүрген кезіміздегі эмбриологиялық өзгерістерді мойындадық, онда өлетінімізді және мойындадық, онда үш нәрсені мойындаған адам төртінші нәрсені мойындау керек. Төртінші нәрсе не нәрсе екен? Аллах та "Сумма иннакум яумал қиямати тубъасун", одан кейін қиямет күні қайттан тірілесіңдер дейді. Бұл төртінші нәрсе. Бұны мойындауға тиісті болып қалады екенбіз. Ал ол кезде тірілген кезде жағдай жақсы бола қоймайды, мұсылманның жағдайы